Ұлы жібек жолы десе, көз алдымызға шөл далада күн астында күйіп саяз деген. Қымбат жүктері бар керуендер мыңдаған шақырым жол жүріп өткен саудагер мен көпестер еріксіз елестейді. Ұлы жібек жолы адам ағзасын қоректендіруші қан жүйесі сияқты. Себебі ол бүкіл Европа ел мен шығыс елінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауына өз септігін тигізді. Тарихи дерекке сүйенсек, Ұлы жібек жолының сауда керуендерінің бір бағыты Қазақстанның оңтүстік аумағы арқылы өткен екен. Сол жердің бірі Сыр елінің Шиелі өңірінің Жөлек ауылының бойымен Ұлы жібек керуені өтті деген дерек бар. Туған жердің тарихын білу бәріміздің парызымыз. Тұңғыш елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында әрбір адамзат туған жерінің тарихын білуге, құндылықтарын қастерлеп, дамуына өз үлесін қосуға міндетті деген. Осы орайда мектеп шаңырақ қауымдастығының оқушылары тарихи, мәдени орындармен жақын танысу мақсатында Жөлек ауылына ат басын тіреп, өз өлкеміздің тарихына экспедиция жасап, аумақтық киелі жерлерін өз көзімізбен көріп, құлағдар болдық. Табиғаты бай Сырдария өзені оңды-солды қарым-қатынас орнатуға қолайлы мекен болған. Сол Сырдария өзенінің бойында орналасқан Жөлек ауылының тарихы тым тереңде жатыр. Мұхамеджан Қаратаевтың редакторлығымен Қазақ кеңес энциклопедиясының 4-ші томында Жөлек, Сырдария бойындағы ежелгі қыпшақ ауылы. Дарияны шектей жол еткендіктен алғаш жол илек, кейін жу илек аталып, дыбыстық өзгеріске ұшырап, қазіргі таңда Жөлек аталады. Аты аңызға айналған әрбір қиыршық тасы мен құмы тарихты шертетін Жөлек сонау 9 ғасырдан басталса, атағы қан базарына дейін көтеріліп, халықаралық жібек жолымен сабақтасқан. Өткен күнге көз жүгертіп, өткен дәуірді еске алсақ, бұл елді мекенге қанша ту қадалып, қанша хан шатыр тікпеді десеңші. Тіпті Абылай әскері мен Кенесары қолы ат басын тіреген. Орыс пен Орта Азия Қазақстан арасында үнемі қақтығыс болса, соның көп дүбірі осы Жөлектің үстінде өткен деседі. Сайын даланың тарихы жылыстап өткен ай мен күнге жылғалап аққан ақтаңдақ оқиғалар тек қара топырағына ғана мәлім. Экспедиция барысында түсінгенім тұңғыш елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында айқындап бергендей, біз, жастар, туған еліміздің, өлкеміздің тарихын, киелі жерлері мен жәдігерлерін білу арқылы рухани тұрғыда бойымызды азықтандыратынымыз сөзсіз.